Аға. Бетіме кіріп нейді шығып алсай. Bir neyse айтайын дедім ғой. Папа ремонтқа деп берген 2000 теңгесін жоғалтып алған. Топас, дұрыс қыпсың енді. Енді тыңдасай до конца. Сөйттім да, папа ұрыспасын деп үйдегі бүкіл темірді өткізіп қылып тастадым. Ей, молодец, ей, жаным, молодец. Не деп өткіздің? Сен машинаның шарқы, мотор бәрі өткізіп. Айо, еще топас. Ертең капотқа сені сап қоямын, отырасың. Не деп. Түсіндің ба? Басың істеймін сені. Құр кетпа зарядчик деп бар. Зарядчик, ақтан білем мен зарядчик. Соңғы рет сен алдың ба, мен жоқ. Мен ағамда жоқмын сен. Ит байлап қойдық оған. Сен басың істеймін сені. Үйде жіп бар емес, соған байламайсың ба? О, жіп бос емес. Не істеп жатыр екен жіп? Жіпке папа соткысын зарядке оқып қойған. Четкий менің мұратым, әр сөзімді ұғатын, любой жерде стакан. Бойы ұзындардың минус жақтары. Асыр, ілзеш бірақ сен бойың ұзын ғой. Елан ома, кіші қалма не, асқар? Аз сан, болмайды бұратман. Мені теңгейсің аз. Рахмет, рахмет. Болды. Давай бәріміз фотоға түсіп алайық. Асқар сен артына тұршы, бойың ұзын ғой. Кәні? Мә, базар жоқ әдем екен, бірақ бойы қысқа саған келмейтін шығар. Ұзындар жақсы көрімді бұратам, неге десең? Неге? Ұрсаң ұзыннан олайды. Четкий менің мұратым, әр сөзімді ұғатын, любой жерде стакан саратын ой үшін тұрады. Официант досыңның әңгімесі. Сендер ішіп жүрген 3000 теңгелік арақ бар ғой. Соны біздің ресторанда 15.000-нен сатады ғой. Да, екеуі бірдей айтпесе. Алдында ресторанға Қайрат Нұртас келеді ғой. Қош бақын. Дағым өзім айтам көрдің бе братан? Суретке түсіп алдым ба? Бар ма ол? 31 декабрь сменге түсіп қалған ғой, короче. Бәріміз маспыз ғой. Сменге дейін маспыз. Повар, кухня, бәрі хлам ғой. Короче, алдында барып сумкаға салып, титтен салып шығады. Тексермей ма братан? Тексереді ғой, кәте таныс қой. Просто ұсталсаң шығасың. Ұсталсаң шыға жіберді. 23 қай күнге түсті? 23 среда ғой. Айдостың тойы бар еді, орнына адам табу керек еді. Серьезный мужиктар келіп отырады ғой. Не обслужить етем ғой. Кетіп баратқан кезде. Мәлі 20 мың тастайды. Басар. Үстінен 70 мың қосып өзім төлеймін ғой. Қош? Серьезный мужиктар, пистолеттер. Темекі шегетіндер түсінеді. Брат, бір спичкің жоқ па? Жоқ. Анау не болды енді? Бір темекің бар кезде спичкің жоқ, спичкің бар кезде темекің жоқ. Надоел. Арухан не істеп отырсың? Просто сабаққа кіретінем ғой, иіс сынып қалады да қолыма ше. Шоғың түсіп қалды ғой. Осы парламент деген ше, надоел бет. 2 рет тұрсаң шоғы түсіп қала берді ше. Мынау басқа теуіп кетті ғой. Ашқарынға деген жаман іледі осы темекі ше. Не істеп кетсің? Просто мама қолымды иіскейді үйге барған кезде. Қой, темекінің кайфы деген жер туалетте ғой. Ертеңден бастап қоям осы темекіні. Мынау шеге алмайды ғой темек. Жынсың ба? Ішіңе тартадан ертең рак боласың. Мама тамақ деген өте дерзкий болыпты. Енді бір штук темекі болса.